Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыт өлшемдері. Грамматикалық тақырып тәуелденген сөзге табыс септік жалғауының жалғануы. Тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жарым, сағат, уақыт, жұмыстан тыс уақыт, меңгеруші, бөлім, ойын-сауық орталығы, жауапты, көрнекті орын, тапсырма, ұйымдастыру, жалақы, біліктілік. Жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Бірінші тапсырма. Сөздерді бағандарға бөліп жазыңыз. Тексеріңіз. Уақыт, сағат, апта, тыс уақыт, бір жарым. Жұмыс, жалақы, бөлім, жауапты, құжат, орындар, меңгеруші, іс-сапар, тапсырма, еңбек өтілі, ұйымдастыру. Қала, ғимарат, көрнекті, ойын-сауық орталығы, тамашалау. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Уақыт. Уақыт адам өміріндегі ең басты құндылық. Оны тиімді пайдалану бүгінгі күні жетістікке жетудің бірден бір жолы. Уақытты тиімді пайдалану арқылы жылдам арада тіл үйренуге, біліктілікті арттыруға, материалдық жағдайды жақсартуға болады. Минут мүмкіндік. Джош Кауфман өз уақытын немесе жалпы адамзат уақытын оңтайлы игеру туралы кітап жазып, мол тәжірибесімен бөліседі. Аталған дүниелер автордың алғашқы 20 сағат қалай тез үйренуге болады, қажет нәрсені деп аталатын еңбегінде жарияланған. Расында адамдарда уақыт жоқ деген тіркес дағдыға айналып кеткен. Бірақ уақыт барлығына жеткілікті. Иә, бұл абсолютті шындық. Сіз 1 минутқа тоқтаңыз да немен айналысып, неге уақыт жұмсап жүргеніңізді бір бағамдап алыңыз. Өз қабілетіңіз неге жететінін, бойыңызда нені дамыту керек екенін, уақытты қалай пайдалы дүниеге жұмсау қажеттігін ойша жоспарлаңыз. Заманауи америкалық жазушы, кеңесші Джош Кауфман өзінің кітабына кіріспеде өзінің өмірлік тәжірибесін бөлісіп, уақытты тиімді жұмсаудың жолдарын көрсетуді мақсат еткенін айтады. Мен бұл іспен қол босағанда айналысамын деген ойды санаңыздан мүлде шығарыңыз деп тұжырым жасаған жазушының айтуынша, әр нәрсенің өз уақыты бар және ол қысқа уақытта аяқталуға тиіс. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Уақытты тиімді пайдаланып қандай жетістікке жетуге болады? Джош Кауфман қандай еңбегін жариялаған? Неге Джош Кауфман мен бұл іспен қол босағанда айналысамын деген ойды санаңыздан мүлде шығарыңыз деп жазған. Сіз уақытыңызды тиімді пайдаланасыз ба? Бір күндік жұмыс жоспарыңызды жазасыз ба? Тексеріңіз.
Уақытты тиімді пайдалану арқылы жылдам арада тіл үйренуге, біліктілікті арттыруға, материалдық жағдайды жақсартуға болады. Джош Кауфман алғашқы 20 сағат қалай тез үйренуге болады, қажет нәрсені деп аталатын еңбегі жарияланды. Мен бұл іспен қол босағанда айналысамын деген ойды санаңыздан мүлде шығарыңыз, деп тұжырым жасаған жазушының айтуынша, әр нәрсенің өз уақыты бар және ол қысқа уақытта аяқталуға тиіс. Грамматикалық тақырып: тәуелденген сөзге табыс септік жалғауының жалғануы. Тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Сөздердің тәуелденіп барып септелуі тәуелді септелу деп аталады. Мысалы, мен Нұр-Сұлтанда Әзірет Сұлтан мешітін көрдім. Сен меңгерушінің атын білесің бе? Табыс септігі кімді, нені сұрақтарына жауап береді. Ал тәуелді табыс септігі кімімді, кіміңді, кіміңізді, кімің, немді, неңді, неңізді, несін сұрақтарына жауап береді. Жалғаулары н, н, д, д, т, т, ын, н, н. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Жақшадағы сөзді орнына қойып, табыс септік жалғауын өзгертіңіз. Тексеріңіз. Бүгін сағат 3-те бөлімнің жиналысына кел. Қызметкерлердің тізімін ертең 11-де электронды поштаңызға жіберемін. Сен Абылайдың сағатын алдың ба? Жұмыстан тыс уақытта директор фабриканың үздік жұмысшыларын марапаттады. Менің бөлім Еуразия ұлттық университетін былтыр бітірді. Келесі тапсырма: тиісті жалғауды таңдаңыз. Тексеріңіз. Ұялы телефонды үстелдің үстіне қой. Дәурен театрдың есігін ашты. Курстастар мәліметтерін жазып алды. Оқытушы жаңа ережені түсіндірді. Біз қазақ тілі оқулықтарын алдық. Іс-шаралар жоспарын меңгерушіге көрсетіңіз. Мына кітапты оқы. Мекеменің сауалнамасын бүгін толтырды. Сағат 10:30-да әріптестеріңізді тест тапсыруға шақырыңыз. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы: уақытыңызды қалай тиімді пайдаланасыз? Шағын мәтін жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.